Сәлем достар, біз бүгін осындай тақия тюбетейка тігетін боламыз. Өте әдемі, сәнді каналға жазылуды ұмытпайық. Бізде обхват головы 54 сантиметр, 11 жасар қыз. Тоғыз жарым сантиметр береміз. Сонда бізде радиус 9,5 сантиметр болады. Былай қарайда 9,5, жоғары қарайда 9,5, төменге қарайда 9,5. Барлық жағынан 9,5 сантиметрді осылай белгілеп аламыз. Енді осы нүктелерді қосамыз. Осылай дөңгелек қылып шеңбер жасап шығамыз. Бізде 54 сантиметр ғой. Соған 1 сантиметр шовқа берем. Себебі мен шовты 0,5 сантиметрден тігетін боламын лапкамның шетімен. Сіздерде 1 сантиметрден беретін болсаңыздар, 2 сантиметр қосасыздар. Жоғарға қарай бізде 12 сантиметр, ұзындығы жаңағы 55 сантиметр. Енді белгілеп алып, осылай сантиметровкамен осылай шеңберді өлшейміз, дәл осылай. Жаңағы өзіміздің 54 сантиметрімізді белгілеп аламыз қазір. 54 сантиметр белгілеп алдық. Ортасына қарай сызық сызып, бұл бізде сонда осы екі аралық бізде выточка болады. Шеңбердің артығы сонда выточка болады ғой. Мен міне осылай созылмайтын жағынан алдым көлденеңнен. Міне 12 сантиметр, ұзындығы 55 сантиметр. Осылай екі бүктеп қолданатын боламыз. Мынау бізде дублерин, бұл өте қатты. Көбінесе ламбриген сондайларға қолданады. Жаңағы киімге арналған емес, қатты бұл. Осылай ортасына салып, клейлеп қоямыз. Міне енді жаңағы қатты дублеринімізге шеңберді осылай бастырып сызып аламыз. Выточкілерін белгілеп алдық. Енді айттым ғой, мен шовты жаңа лапканың шетімен, менде лапка 0,5 сантиметр. Сол 0,5 сантиметрді шовқа арнап, осылай сыртынан қиып аламыз. Сіз 1 сантиметрмен тігетін болсаңыз, онда 1 сантиметр қалдырып тігесіз. Көріп тұрсыздар ма, жанында артығы бар, кішкене шовқа арналған. Дайын болды. Енді подкладканы кесіп аламыз. Мен подкладканы тек төбесіне ғана саламын. Жаңағы басымыздың айналған жері 2 қабат болады деп айттым. Подкладкаға да выточканы сызып аламыз. Мынау клей жағына, выточканы клей емес жағына сызып аламыз. Өйткені клей жағы матаға жабысып кетеді. Міне клейлеп, выточканы тігіп алдық. Енді осыларды артығын қиып тастаймыз. Артығын қиып тастаймыз. Міне екі жаққа қарай өтіктеп алсаңыздар да болады. Осылай бетпе-бет жатқызып, неше түрлі узор салып шығамыз. Міне мынау дайын болды. Өтектеп, сырып тігіп шықтым. Қатайтатынмен қатайтып, міне бізде 54 сантиметр болды.
осылай өлшеген кезде шеңбер кішкене үлкендеу болуы мүмкін, бірақ тіккен кезде келеді. Сіздер былай көктеп бірінші жайлап тік көріп байқап шықсаңыздар да болады. Подкладкасын, узорын салмай тұрып. Негізі келу керек, менде келді. Дәл келді. Міне дайын болды тюбетейкамыз. Айналдырып шықтық 0,5 сантиметрмен ішінен. Сосын міне оверлоктап тастадым. Сіздер енді зигзагтауларыңызға болады, бейкі салсаңыздар да болады. Ішінен осылай көрінеді. Мына төбесі міне менде өте жаңағыдай түсіңкі да емес, көтеріңкі да емес, енді идеально шықты. Міне қараңыздар, жасылда мықты төбесі шығыңқы, жаңағы тіккен тюбетейкіміз жатыңқы. Мынау қаншалықты выточкасы үлкен болады, сол кезде бұл шығып кетеді. Айырмашылықты байқап тұрсыздар ма? Өте әдемі шықты төбе жағы. Міне выточкамыз біздің сонда неше сантиметр? 5 сантиметр. Выточка сонда 5 сантиметр болса, осындай мен үшін идеальны төбесі. Өзіме қатты ұнады. Жатыңқы да емес, түсіңкі да емес. Мынау енді мықты көтеріңкі, бұның выточкасы үлкендеу деген сөз. Байқадыңыздар ма? 5 сантиметр болған, міне сіздерге кеңес берем, 5 сантиметр болсын деп. Себебі мен 3 сантиметрмен тік көрдім, өте жатыңқы, бір басыңнан түсіп қалатын сияқты болып сезіледі.